Саламатсыңдар ма, студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаның сапасын бағалау. Жалпы қоршаған ортаны зерттеуде әртүрлі экожүйелердің сапасы қарастырылады. Яғни судың сапасы, ауаның сапасы, топырақтың сапасы, табиғи жүйелердің динамикалық сапасы және де тағы да басқалар. Олардың барлығы адамның өмір сүру ортасының сапасына әсер етеді. Қоршаған ортаның табиғи сапасы табиғат пен адам арасындағы зат және энергия алмасу үдерісін тұрақты және өзгеріссіз қамтамасыз ететін оның экологиялық жүйелерінің жағдайы. Экологиялық сапа стандарттары, яғни адамның өмірі мен денсаулығы үшін қолайлы қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер. Экологиялық көрсеткіш тауарлардың қоршаған ортаға әсер ету дәрежесінің сандық және сапалық сипаттамалары. Экологиялық нормалау адамның қоршаған ортаға жол берілетін әсерінің көрсеткіштерін құру процестері. Жалпы адамның жеке физикалық, психикалық денсаулығы, яғни адамның өмір сүру ортасының сипаттамалары, оның физиологиялық, әлеуметтік, рухани қажеттіліктеріне сәйкес келуін қамтамасыз ететін жағдайлардың жиынтығы болып саналады. Жалпы бізде атмосферадағы зиянды қоспалардың концентрациясын өлшеуге арналған құралдар бар. Яғни біз бірінші суретте атмосферадағы зиянды қоспаларды зерттейтін, анықтайтын хроматограф және масс спектрометр екі құрылғыны көрсете аламыз. Одан кейін бізде судың сапасын анықтайтын құралдар. Оларға біз фотокалориметр, ионометр және рефрактометрді жатқызамыз. Жалпы су сапасының көрсеткіштері ай сайын жаңартылып отырады. Бұл жерде судың сапасы 8 класстан тұратын индикатормен көрсетілген. Яғни жасыл түс бірінші класс болса, ал ең төменгі көрсеткіш бізде қою қызыл түс болып беріледі екен. Яғни бізде суретте Қазақстандағы судың сапасы 1-ден 8-ші классқа дейін бағаланып көрсетілген. Жалпы топырақты ластаушы көздерге біз минералды тыңайтқыштарды, өндіріс қалдықтары мен тастандыларды, мұнай өнімдері, қышқыл жаңбырлар, жерді шамадан тыс пайдалану, сұйық және қатты қалдықтар, урбанизацияның үрдістері, кен орындардың ашық өңдеу, осылардың барлығы топырақты табиғи де антропогендік жолмен де ластауына алып келеді. Топырақтың және қатты заттардың күйін зерттейтін құралдарға біз спектрометр, флуориметр және радиометрді жатқызамыз. Жалпы ауа сапасының статистикасына келетін болсақ, ауаның ластануы жалпы бүгінде әлемді алаңдататын мәселеге айналып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сенетін болсақ, әр жыл сайын ауа ластанудың әсерінен әлемде 7 миллионға жуық адам қаза табады. Олардың көбі 15 жасқа дейінгі балалар. Әлемде адамдардың 91% ауасы ластанған, өмірге қауіпті аймақтарда өмір сүреді. Ауа сапасы өте төмен елдерге біз Пәкістанды, Үндістанды және Бангладеш мемлекеттерін кіргіземіз. Яғни бұл елдердің ауасы жоғары деңгейде ластанған. Сондықтан да өмір сүру үшін қауіпті болып саналады екен. Сонымен қатар бізде бұл рейтингте ауа сапасы жоғары мемлекеттерде бар. Пуэрто-Рико мемлекеті, Жаңа Каледония аралы және ақш-тың Вирджин аралдары көш бастап тұр. Яғни бұл жерлер әлем бойынша ауасы ең таза аймақ болып табылады екен. Біздің елімізге келетін болсақ, жалпы Қазақстан 2020 жылы ауасы таза емес мемлекеттердің арасында 32-ші орынға жайғасқан. Ауа ластану көрсеткіші әрдайым өзгеріс үстінде. Мысалы, Астана қаласының ауа ластану индексі бойынша осы 2020 жылғы рейтингте, әлемдік рейтингте 80-ші орында тұр екен. Яғни статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, біздің Астанамыз ауасы лас қалалар қатарында. Жалпы бүгінгі күнге дейін көш бастап келеді. Ауаның ластануы адамның денсаулығына үлкен қауіп алып келеді. Ауасы лас аймақта тұратын ұзақ уақыт қоныстанған адамдарда өкпе аурулары, бронхолық демікпе,
жаңағыдай аллергиялық ринит секілді созылмалы аурулар пайда болады екен. Бізде суретте картада көрсетілгендей ауаның ластану индексі бойынша Қазақстандағы қалаларды 0-ден 4-ке дейін жасыл түс, яғни ауасы жақсы, сапасы орташа және де ауаның ластануы өте жоғары. Ауаның ластануы төмен, ауаның ластануы жоғары сары түспен, ауаның ластануы өте жоғары деп 3 түске бөліп қойған. Яғни бұл жерде мысал ретінде келтіретін болсақ, ауаның ластану индексі өте жоғары қалалар Шымкент, Алматы, Жезқазған деген секілді. Жоғары, орташа, яғни Ақтау қаласы, Семей қаласы, Тараз қаласын жатқызсақ болады екен. Ауаның ластану индексі төмен қалаларға біз Қостанай, Орал, Талдықорған, Қызылорда және тағы да басқа қалаларды жатқызады екенбіз. Жалпы бізде тақырып осы, ендеше тапсырма. Жалпы зерттелетін ортаның түрлері бойынша берілген құралдарды тиісінше жіктейміз. Яғни атмосферадағы зиянды қоспалардың концентрациясын өлшеуге арналған құралдарды, су сапасын анықтайтын құралдар, топырақтың қатты заттарының күйін зерттейтін құралдарды 3 топқа бөлеміз. Әне келесі тапсырма бізде Қазақстандағы қалалардың таңдау бойынша 2000-2023 жылдар аралығындағы қоршаған орта сапасының мониторингін жасау.